Аллаға мыңда бір шүкір. Бүгін біздің шаңырақ көтергенімізге 25 жыл толып отыр. Көптен күткен күміс тойымыз өтті. Бұл мерекенің ерекше жұбайым Айдын Қабаның 45 жасымен қатар келуі. Ұлым мен қызым ән шырқап, бізді сахна төріне алып шықты. Осы сәт жүрегімізді елжіретіп, көзімізге жас үйірді. Қуанышымызға ортақтасып келген барша ағайын туысқа, әріптестерге, достарға алғысым шексіз. Бұл кеште тек балаларым ғана емес, өзім де сахнаға шығып, жан-жарыма арнап жаңа әнімді орындадым. Әннің атауы әкемнің күйеу баласы. Оның тұсаукесерін дәл осы тойда өткізуді жөн көрдім. Қонақтарға алып торт ұсынылып, ән шашулар айтылып, мерекелік көңіл күй ерекше сезілді. Осы мерекеде мен арнайы ретро стильдегі аппақ көйлек киіп шықтым. Бұл көйлекті танымал дизайнер Айда Қауменова 2 аптаның ішінде тігіп берді. Дизайнердің айтуынша, көйлек кипюр матасынан тігілген, 80 жылдар үлгісінде жаңаша өңделіп жасалған. Жан-жары Айдын болса, алғашқы рет үйленіп жатқандай сезімде екенін айтып, барша қонаққа ризашылығын білдірді. Әсіресе бұл керемет тойды ұйымдастырған үшін жаңа жарыма Розаға алғыс айтамын деп мені ерекше құрметтеді. Менің тілегім бірақ нәрсе, күміс тойдан кейін Алла қаласа алтын тойға да жетейік.